Сәлем достар, сіздермен бірге Шаримов Лайф арнасының авторы Алпамыс Шаримов. Біз бұл YouTube арнада Қазақстанда және әлемде болып жатқан актуалды жаңалықтарға шолу жасаймыз. Ең соңғы жаңалықтарды бірінші болып білгің келсе, бізбен бірге бол. Достар, осы аптаның айтулы жаңалығы әрине ол Реал Мадрид пен Қайрат командаларының арасындағы Алматыда өткен ойын. Бірден қазақстандық сайттардың мұндай көлемде билет сатуға дайын еместігін сөзге тиек етейік. Мен бұл матчқа билет алу үшін 4 құрылғыны қолданғанмын, яғни 2 телефон, 2 MacBook пен кезекке тұрдым. Нәтижесінде бір девайспен 2 билет алуға мүмкіндігім болды. Естеріңізде болса, мұндай шу осыған дейін Дженнифер Лопес Қазақстанға келгенде де орын алған болатын. Бұл оқылықтың алдын алатын Тикетон сайты әлі де бұған дайын еместігін көрсетті. Әлем желіге билетті алу үшін сағаттап кезекке тұрса да ала алмаған жанкүйерлер өз наразылықтарын жарыса жазуда. Алғашқыда билеттер ЖСН арқылы тексеріледі деген ақпарат таралғанымен, ойын күні стадионға кіру үшін тексеріс QR кодты сканерлеумен ғана шектелді. Қазақстанда осындай айтулы шаралар көбейіп келе жатқанын ескеретін болсақ, біз бұл мәселе жақын арада шешіледі деген үміттеміз. Шешіледі ме? Енді билеттер бағасына тоқталып кетейік. Мен алған билет құны 250 мың теңге тұрды. Жалпы билет бағасы 30 мың теңгеден бастап 250 мың теңгеге дейін сатылған болатын. Бұл бағаны қымбат не арзан деп айта алмаймын. Қазақ футболының болашағына қосқан үлесім деп қарайтын болсақ, аса үлкен сома емес. Дегенімен, алып сатарлардың бұл жолы да айласын іске асырғанын айтпай кету мүмкін емес. Стадион алдында билетті 400 мың теңгеге сатып тұрған жандарды өз көзіммен көрдім. Билеты от 150 тысяч до 400. Половина все-таки не оригинал продают билеты. Сейчас уже 2 девушек встретила, которые купили билеты, пробились до самого стадиона, а их выпроводили, потому что у них билеты недействительные. Билет мы купили за $175. Доллар? За $1000? Да, это билет уже фейковый, оказывается, говорит. Или Да. кто-то прошел. Что делать нам? Вы из Ташкента приехали? Да, летели на самолет. Матч мечты, Реал приехал сюда. Это же... Блин, не была, нормально все, не была. Әлем желіде миллион теңгеге тіпті көлікті билетке айырбастаған жанкүйерлерді де көрдік. Билет аламадық біз. Мына билет миллион теңге дейді. Миллион теңге дейді. Мен тұрам, мен машинамды аласың, билетке алмастай. Соны алмастырдым көрдім. Менің ойымша бұл әрине ашкөздік. Бұл әрекет дұрыс па, бұрыс па, міндетті түрде пікірге жаза кетіңіздер. Мен матчқа 4 сағат алдын ала бардым және де еш кедергісіз стадионға алғашқылардың бірі болып кіріп үлгердім. Алайда билет ала тұра кешігіп тіпті стадионға кіре алмай қалған жанкүйерлер де болды. Короче, ситуация такая, что до матча остается 10 минут, а людей с билетами не пускают. Я не знаю, безбилетники заходят и стоят там в надежде на чудо, поэтому люди с билетами стоят и не могут зайти на матч. Скорее всего, он начнется без участия болельщиков и зрителей. Вот, смотрите, людей с билетами не пускают. Люди с билетами стоят, не могут зайти. Вот, потому что их полиция не пускает, просто не пускает полиция. Вот такая прекрасная организация, генерал Запаров, красавчик. Движение заблокировано. Как болельщики попадут на игру генерала Запарова, не волнуй. Образовалась толпа людей, которые были без билета, которые пытались попасть на матч. Эти люди вот заградили путь людям с билетами. То есть и вот эти волонтеры и прочие люди так пытались по одному людей выдергивать, чтобы запускать с билетами. Но вот этот хаос образовался, люди без билетов, то есть они противостояли тому, чтобы люди с билетами прошли на стадион. И совместно, то есть они пригласили полицейских, чтобы они как-то урегулировать ситуацию. Полицейские приняли решение, что давайте просто не закроем, не будем никого пускать. Все. Вот объяснение. Бірақ достар, мұндай шараларда кептеліс тудырмас үшін ертерек келу ұйымдастырушылар тарапынан алдын ала ескертілді. Ойын басталғанға дейін 4 сағат алдын ала келу бұл әлемдік тәжірибеде де бар. Осыған дейін өзім Германияда өткен Адельдің концертіне 8 сағат кезекте тұрып қатысқан болатынмын. Сондықтан жауапкершілікті өз қолдарыңызға алып, мұндай шараларда ертерек келгендеріңіз жөн.
Енді стадион ішіндегі атмосфераға тоқталып өтсек, кіреберісте өте үлкен мерекенің атмосферасы сезілді. Тіпті бір сәттерде көзіме жас та келіп қалды. Түрлі ойын сауық, барабан шоуы барлығы да жоғарғы деңгейде ұйымдастырылған. Алайда 4 сағат алдын ала жиналған стадиондағы жанкүйерлерге осы уақытта патриоттық әндерді қосып, рухтандырып алуға болар ма еді? Бірақ стадионда махаббат тақырыбындағы әндер ғана орындалды. Калифорния, Мирашы Юнусовтың олардың шығармашылығына ешқандай қарсылығым жоқ. Сынды басқа әншілердің әндері қосылып тұрды. Бұл ел тарихында ойып тұрып орын алатын маңызды шара болғандықтан, рухты әндерді қосатын болар деп ұзақ күттім. Алайда олай болған жоқ. Бұл ұйымдастырушылардың тарапынан кеткен үлкен қателік деп есептеймін. Мені одан да қатты таңғалдырғаны стадионға жиналған жанкүйерлердің бірлігінің болмауы. Қайрат футбол клубының жалауы тегін таратылды, бірақ барлығы бірдей ол туды стадионда желбіретіп отырмады. Нағыз футбол жанкүйерлері бір туасына біріккен сәт естеріңізде болса 2023 жылы Қазақстан-Финляндия арасындағы ойында Нұрлан Қоянбаевтың 20 000 туды тегін таратқан сәтінде орын алған болатын. Осы ерекше сәт қайталана ма деп күткен болатынмын, алайда мұндай маңызды ойында жанкүйерлердің лайықты қолдау көрсете алмауы қатты қынжылтты. Ойынның өзіне келетін болсақ, мен футбол сарапшысы емеспін, сондықтан да футболға байланысты артық комментария қалдыра алмаймын. Дегенмен 18 жасар қазақстандық голкипер Шерхан Қалмұрзаның көзге түскені рас. Шерхан қазір қазақстандық жанкүйерлердің сөзсіз сүйіктісіне айналды. Ол туралы әлеуметтік желіде түрлі мемдер тарап жатыр, тіпті оны Король Левтегі Симбаға теңестіретіндер де бар. Әлем жұлдызы өз карьерасында 400 гол салып үлгерген. 2022 жылғы әлем чемпионатының үздік бомбардирі Килиан Мбаппеге қарсы ойнау бұл үлкен ерлік. Шерхан, біз сенімен мақтанамыз. 2018 жылы Шерханның атасының постына Нұрғанат Наурызов атты азамат осындай пікір қалдырған екен. Армандар орындалады. Нұрғанат, аузыңа май. Сондай-ақ Қайратты Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне алып шыққан қақпашылар Александр Заруцкий мен Темірлан Анарбековтің де еңбегін ұмытпайық дейтін жанкүйерлер табылды. Мен де мұнымен толықтай келісемін. Сондықтан құрметті көрермен, сіздерді Шерханмен қоса Александр мен Темірланға да қолдау білдіруге, жалпы барлық Қайраттың футболшыларын қолдап жүруге, бір-бірімізді батыр деп жүруге шақырамын. Қолдау демекші, Шерхан Қалмұрзаға көлік сыйлаған Шоқан брендінің иесі Ұлықбек Шариповты байқаған боларсыздар. Темірді қызған кезде соқ демекші, Ұлықбек мырза бұл сәтті өте тиімді өзі үшін пайдаланып, жақсы жарнама жасап үлгерді. Не дейміз? Респект. Ең бастысы Шерханның қуанышы. Енді ойын алаңында емес, экран алдында телмірген көрерменге келейік. Тағы да бір қателікті айта кетпеске болмас. Қазақтелеком, Қазспорт, Қазақстан ұлттық арнасы тікелей көрсетілім жүргізу барысында өз миссиясын толықтай орындай алмады. Әлі де мұндай айтулы шараны таратуға біздің күшіміз жетпей ме екен? Бірақ қалың көрермен Қазспортқа рахмет, Қайрат қақпаса соғылған голды көре алмадық деп наразылықтарын білдіруде. Дегенмен Қазақстан ұлттық арнасы бұл олқылық үшін көрермендерден ресми кешірім сұрады. Мұны да айта кеткен жөн. Реал Мадрид ресми парақшасында рекорд. Рекорд. Қайратқа дейінгі өткен матчтарда атап айтсақ, Леванте командасымен ойында 33 пост, Атлетика командасымен 16 пост жарияланған Реал Қазақстанға келгелі өз парақшасына 50 пост салып үлгерген екен. Қазақстандықтар тіпті Реал парақшасын туысқандар чаты деп те шығарып алыпты. Тіпті шетелдіктер де Реал парақшасында қазақша комментариялардың көбейіп кетуіне аң-таң. Реалдың SMM менеджері де өз ахватын мықты әжептәуір көтеріп алып риза. Бұл біздің елде әлеуметтік желінің қарқынды дамып келе жатқанының айқын көрінісі. Осы сәтте Нұрлан Қоянбаевтың Қазақ әлемі фильмінде және Замандас подкастына айтқан сөзі бірден ойға келеді. Интернет. Осы интернет дәуірін біз ішілер алмауымыз керек. Осы интернетте барлығымыз бірігуіміз керек. Расымен де әлеуметтік желі қазіргі заманның басты қаруы. Бірігіп алып, меңгеріп алсақ, әлемге танылудың құралы екені дәлелденіп жатыр. Реал парақшасы демекші, қазақтың күмбірлеген домбырасымен Реал парақшасында танылған жігіт естеріңізде ме? Қалай ұмытуға болады? Өзге емес, Реал Мадридтің ресми парақшасында жүрген қазақ жігіті
Есімі Дамир екен. Біз оны тауып алып тілдестік. Толық аты жөнім Сарман Дамир Ғалымжанұлы. Өзім Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында туып өстім. Қазіргі таңда Алматы қаласында Абай атындағы педагогикалық университетте 4-ші курс студентімін. Біріншіден, маған достарым Инстаграмнан белгілеп, сол посттың астына мені белгілеп кеткен тұғын. Мен басына сенбедім. Негізі түсірген процесін көрдім, бірақ мен Реалдың парақшасына салатын білген жоқпын басында. Сезіне алмадым, одан кейін барып өзіме келіп кішкене достарым бәрі құттықтап, жан-жақтан Инстаграмнан, дайректен бәрі жазғаннан кейін бұл нәрсенің ауқымды екенін түсініп, кішкене іштей мақтаныш сезімі пайда болды. Сондай-ақ тек қана ресми парақшаларында емес, футболистердің өздері де ойынның ерекше сәттерін өз парақшаларында бөлісті. Бұдан біз Реал Мадрид командасының маркетологтары тек ресми парақшаларын емес, өз футболистерінің имиджіне аса қатты мән беретінін байқаймыз. Бұл Қайрат командасының маркетологтарына сұрақ. Әрине, егер маркетологтары болса, біз сол тәжірибені қашан қолға аламыз? Бұл қандай ел деп іздеп жатқан шетелдіктер үшін біздің бейнеміз, яғни лицомыз әрине Қайрат футболшылар болып тұр. Сондықтан имиджді қолға алып әлеуметтік желінің күшін дереу пайдаланып үйренсек деймін. Желі жұлдызына айналған Шерхан ойын туралы өз парақшасына бір күн өткеннен кейін ғана фотосымен бөлісті. Оның өзі қалың көрерменнің сұрауымен орын алды. Ал бұл матч туралы шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары, желі қолданушылары не деп жатыр? Қақпашыға көбірек ақша төлеу керек. Кім менімен келсет? Чемпиондар лигасында Реалға қарсы Қайрат өзінің 3-ші қақпашысы Шерхан Қалмырзаны шығарды. Бұл матчқа дейін 18 жасар қақпашы Қайраттың негізгі 3 ойында ғана бой көрсеткен. 18 жастағы Қайрат Алматы қақпашысы Реал Мадридке қарсы тамаша сейфтар жасап жатыр. Үлкен потенциалы бар. Мұны ешкім айтпайды. Десек те маған Қайраттың 18 жасар қақпашысының сенімділігі ұнайды. Уақыт өте келе ол шыңдала түседі. 18 жасар бала үшін 7 сейф дегеніміз мықты. Мына қақпашы тым жас емес пе? Реал Мадрид өзінен ұялу керек қой. 5-0, лол. Манчестер, сендер Қайраттың 17 жасар қақпашысын көріп отырсыңдар деп үміттенем. Жеке өзіме бұл оқиға ерекше естелік ретінде есінде қалды. Алматының бұл атмосферасы өте қатты ұнады. Осыған дейін тек шетелде көретін атмосфераны қазақ даласында Алматының төрінде сезіне алдым. Стадионда қолдамаған жанкүйерлердің дауысы ойын біткен соң қала көшелері бойында ерекше сезілді. Алматы қаласы туризм басқармасының мәліметі бойынша осы күндері Алматыға 5000-нан астам шетелдік қонақтар келген екен. Бұл дегеніміз отандық бизнес өкілдері мен Қазақстан экономикасы үшін үлкен табыс. Осындай айтулы шаралар елімізде көбейе берсін деп тілеймін. Ерекше мереке сыйлаған үшін тағы да Қайрат футбол клубына алғыс айтамын. Трец желісін қолданушылардың матчтан кейінгі күнтізбесіндегі тақырып Адил Балтабаев пен Нұрлан Қоянбаевтың дауы болды. Нұрлан Нұғманұлы Қоянбаев мырзаны жақсы танитын адам ретінде қазақ футболының нөмір 1-ші жанкүйері деп толықтай айта аламын. Мұның үлкен сөзімен де, ісімен де дәлелдеп жүр. Барлық нәрселерді жақсы көрем футболда. Маған футбол жай развлечение емес, өзіме ұнаған бір вселенная дейді ғой. Бұл мәселеде Нұрлан Нұғманұлының әзілі емес, футболдан ешқандай хабары жоқ 24 KZ арнасының журналистінің сыны орынсыз деп ойлаймын. Мәселе тіпті фамилияда ғана емес, қаншама еңбектің еленбей орынсыз пікір тудыруында. Барлығымыз футбол тақырыбының айналасында улап-шулап жүрген кезде Алматыға әлемдік кино жұлдызы Джеки Чан да келіпті. 24 қыркүйек күні Джеки Чан алдағы уақытта түсірілетін фильмнің локациясын таңдау үшін келген екен. Бұл туралы ақпаратты Сәлем Entertainment медиа компаниясында растады. Бірлескен фильмнің басым бөлігі Алматыда Шымбұлақ тау шаңғысы курортында түсіріледі деп жоспарлануда. Миллиондаған көрерменнің сүйіктісіне айналған жұлдыздың бұл Қазақстанға жасаған алғашқы сапары емес. Естеріңізде болса, 2017 жылы Қазақстандағы Қытай кинофестивалі аясында Астанаға келіп түнгі студия бағдарламасының қонағы болған болатын. Күні кеше Ақтау қаласында түркі әлемінің Қорқыт Ата кинофестивалі аяқталды. Фестиваль түркі мәдениетін және өнерін дамыту халықаралық ұйымының бастамасымен ұйымдастырылды.
Іс-шара Әзірбайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Түркменстан, Түркия және Өзбекстанның ұлттық кино ұйымдарын біріктіреді. Бұған дейін фестиваль Стамбул, Бурса, Шуша және Ашхабадта өткен 2025 жылы алғаш рет Қазақстан түркі мемлекеттерін қабылдады. Себебі Ақтау қаласы биыл түркі әлемінің мәдени астанасы мәртебесіне ие болған болатын. Фестиваль аясында түрік киносының жұлдызы Бурак Өзчевит құрметті қонақ ретінде қатысқан болатын. Ал фестивальде режиссер Думан Еркінбектің, продюсер Жалын Тілеубергеннің толық метражды алғашқы туындысы «Қайтадан» фильмі көрсетілді. Бұл картина қазақ киносы тарихында алғаш рет мемлекеттің қолдауымен түсіріліп, 1 миллиард теңгеден астам қаржы жинап, рекорд орнатқан фильм. Жалпы «Қайтадан» фильмін мен барып көрген болатынмын. Бір көруге тұрарлық фильм, бірақ өзін-өзі жариялағандай алғашқы апат туралы фильм деп айтқан болатын. Бұл фильмде әрине сіз күткендей көп апат болмайды, бірақ та барып бір қарасаңыз өкінбей көруге болатын кино туынды. Тағы да бір айтулы шаралардың бірі бұл мемлекет басшысының қатысуымен Астанада өтіп жатқан Digital Bridge 2025 халықаралық IT форумы. Форум алаңы әлемдік IT сарапшыларды, технологиялық алпауыттардың өкілдерін, табысты өнімдер мен стартаптардың авторлары мен негізін қалаушыларын, сондай-ақ осы саланың инвесторлары мен жаһандық көшбасшыларды жинады. Форумның осы жолғы қонақтарының бірі ВКонтакте және Telegram платформаларының негізін қалаушы Павел Дуров болды. Өз сөзін әзілмен бастағысы келген Дуров мырзаның сөзі көпшілік қауымды елеңдеткізіп қойды. Один из моих друзей из США, очень успешный человек, сказал мне, что я должен найти в Казахстане жену. К сожалению, я не с этой целью здесь. Я приехал, чтобы поговорить об искусственном интеллекте. Бұл әзілдің астарын мен де түсінген жоқпын. Сіз қалай ойлайсыз? Павел Дуровтың Қазақстанға келгендегі мақсаты жасанды интеллект зертханасы жоба әлемай ғимаратында іске қосылып, елдің суперкомпьютерлік кластермен бірлесіп жүзеге асады деп жоспарлануда. Қазақстандық Дана Қарағұсова американдық Blue Origin компаниясымен ғарышқа ұшады. Бұл туралы ол әлеуметтік желідегі парақшасында жариялады. Экс-депутат Гүлжан Қарағұсованың қызы танымал блогер Бейбіт Әлібековтің экс-жұбайы ғарышқа турист ретінде сапарлайды. Космоста болатын алғашқы қазақстандық әйел 41 жаста. Бүгінге дейін Blue Origin 75 адамды ғарышқа жеткізген. Олардың арасында компанияның негізін қалаушы Джефф Безос, оның әйелі Лоурен Санчес және әнші Кэти Перри де бар. New Shepard кемесімен ұшудың нақты бағасы ресми түрде жарияланбаған. Алайда интернеттегі деректерде оның құны шамамен $500,000 яки 273 миллион шамасында деп көрсетілген. 2021 жылы Джефф Безоспен бірге алғашқы ғарыш сапарына билет онлайн аукционда $28 миллион сатылған. Ендеше қазақтың алғашқы ұшар Дана қызына сәт сапар тілейміз. Қазақстандық журналист Гүлбану Абенова депутат Ардақ Назаровты ММА-ға дуэльге шақырды. Бұл туралы танымал журналист өзінің Facebook парақшасында жариялаған болатын. Естеріңізде болса, Ардақ Назаров депутаттық мінберде тұрып, анасын құттықтаған сәттен бастап, әлеуметтік желіде көптеген сұрақтар туғызған болатын. Осыдан кейін Гүлбану Абенова оның дипломдарын зерттей келе, жақын арада Facebook'та дәл осындай пост жариялады. Әзірге мендегі бар жаңалық осы. Тұсаукесер алғашқы YouTube арнасындағы видеомызға қолдау көрсетіңіздер. Сіздердің әрқайсыларыңыздың пікіріңіз, лайк, тіпті дизлайктарыңыз да біз үшін өте маңызды. Сондықтан өз ойыңызды ашық білдіріп, бізбен бірге болыңыздар. Шаримов Лайф арнасының келесі санында кездескенше аман сау болыңыздар.